Кәріжілікті қазақ босағаға не келеді? Қазанға ет салғанды алдымен бісміллә деп кәріжіліктен бастап салады. Себебі кәріжілік еттің бәрін ұстап тұратын қасиетке ие. Оны шақпайды, құда табаққа салмайды, қонаққа бөтен жат адамға емес, керісінше үй иесіне немесе ағайынға береді. Өйткені кәріжілікте шаңырақтың құты бар деп ырымдайды. Сонымен қатар өсіп келе жатқан қыз балаға оң жақта отырып қаласың деп ұстатпаған, ал ұлдарға сүр бойдақ боласың деген сенім бойынша жігітке де бермейді. Ертеде бір байдың қорасын 40 қарақшы торуылдапты, бірақ қанша тырысса да малын ала алмаған екен. Байдың қорасын қарулы жасақ күзетіп тұрыпты, бірақ таң ата қарауылдар көзден ғайып болады екен. Ұрылар тылсым жайды түсінбейді, ертесіне біреуін тыңшылыққа жұмсайды. Ол байға жолаушы кейпінде келіп сыр тартады. Байдың жалғыз ұлы мен бәйбішесінен өзге ешкім жоқ екен. Тыңшы қайта келіп, байдың малын күзететін не жалшы не күзетшісі жоқ. Бәрін барладым, көршілерінен де сұрадым, ешбір жасағы жоқ. Бізге елестеген болу керек дейді. Ұрылардың басшысы осы кезде ендеше бүгін шабамыз деп атқа қорады. Бұл жолда ұрылар қораға тақап келгенде қарулы жасаққа кезігеді. Ұрылардың бірнешеуі жараланып кейін шегінеді. Ертесіне ұрының басшысы байға өзі барып: «Байеке, мен ұры едім. 10 күн болды сіздің малыңызды торып жүргеніме. Бірақ қораңызды күзеткен қалың әскер алдырмайды. Күндіз көзден ғайып болады. Не сыр, не киеңіз бар, айтыңызшы» деп ағынан жарылыпты. Бай ұрыны ертіп алып қорасында әлілі тұрған кәріжілікті көрсетеді. «Әкем марқұм дүниеден өтерінде, кәріжілік көрсең қораңа байла, малыңа қорған болады деуші еді. Өсиетін орындап, кәріжілік іліп қойдым. Содан бері малға қасқыр да шаппады, ұры да түспеді. Бірде-бір малым жоғалмады, қайта мыңғырып өсіп келеді. Соның шарапаты болмаса менде басқа кие жоқ» дейді. Құдіретке бас иген ұрылар баймен дос болыпты. Ниетінен қайтып адал кәсіпке көшіпті деседі. Кәріжілікті жеуге болмайды дегенді ғана естушік. Оның мәні мұншалықты тереңде жатқанын ойламаппыз. Ертеде бір байдың жалғыз ұлы болыпты. Ол керуен тартып қалаға саудаға аттанады. Сапарға шығар кезде әкесі: «Балам, мына кәрі сүйекті қойныңа салып ал, қауіп қатерден аман боласың» дейді. «Әй, әкәй, сенің ағырымың таусылмайды екен» деп ұлы селсоқ қарайды. Бірақ әке көңілін қимай көп қапшықтың біріне лақтыра салады. Межелі жеріне аман есен жетіп саудасын жасап елге қайтады. Жолда керуенге қарақшылар шабуылдайды. Бала не істерін білмей қатты сасады. Сол кезде арт жағынан қарулы жасақ пайда болып, қарақшыларға қарсы ұмтылады. Тонаушылар сескеніп кейін шегінеді. Қапылыста бір қарақшының қаңғыған оғы баланың аяғына тиіп жараланып қалады. Ғайыптан пайда болған жасақ керуенді аман есен елге жеткізеді. Бірақ ел шеті көрінгенде көзден ғайып болады. Бала үйіне келіп әкесіне болған жайды баяндайды. Сонда әкесі: «Ұлым, арымның сырын енді түсінген боларсың. Кәріжілікке Құдай осындай қасиет артқан. Сен балалық қылып кәріжілікті көп қапшықтың біріне салып алдың. Сонда да керуенің ғайып ерен 40 шілтеннің шылауында болды. Егер ақыласың күшті болғанда жебе де дарымас ет» деген екен. Осыдан бастап ел аузында кәріжілік ер жігітті 40 жолдан қағат деген сөз қалыпты. Иә, көп жастар мұны біле бермейді. Негізі қазақ халқының салт дәстүрі тұнған тәрбие ғой. Ұлттық құндылықтарымыз ше, нағыз тәрбие мектебі. Баяғыда бір бейбақ айтқан екен: «Білгенім 9, білмегенім 99» деп. Айналайын асыл ата бабам, қасиетіңнен айналдым. Босағаларыңыздан құт береке арылмасын.